Шығайын деп жатқан едік, ассалаумағалейкум. Оператор. Лифт істемей қалып, мына жерде 2 мен 3-тің арасында қалып қалдық. Ассалам күтіп тұрмыз. Лифттерге звондадық. Кесе шығып, жаңағы бір көлікті көруге барамыз. Нұрик! Осы жердесіңдер ма? Мен сыртта күттім. Істемей тұр лифт. 4 адам мінетін лифтке 5 адам болып қана. Содан көтере алмай тоқтап қалған. Біз лифтте қадалып қалдық. Негізі 4 адам кіреді екен, бірақ 5 адам болып кеттік біз. Енді Рысқұлдың ар жағынан келе жатыр. Күтіп отырмыз. Аман болсақ штабсызды шығамыз. Көреміз енді. Дұрыс қой, артық болған кезде. Компьютерға бәрі көрді ма? Замандан өткен заманда, е? Адамнан да өткен. Помогите, видите нас! Ал біз съемкаға бара жатырмыз. Сәттілік. Короче, достар, қазір жалпы бір көлікті көруге баратырмыз. Енді ол көлікті мен өзім таңғалып отырмын. Шын ба, жоқ, өтірік ба, соны барып, сол жаққа барып анықтайтын боламыз. Қазір енді ол сіздерге де қызықты болу керек. Білмеймін, енді бағасы деген өте жақсы болып тұр. Оны алатын болсаң, точно үйден қуып жібереді. Кетіп көрейік бар. Кеттік ал. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling. Енді ана көліктің, қазір біз баратын көлік, привозной моторларымыз ғой. Пробег бізге не істейді? 90-100 мың десе біз қуанып кәдімгі 100-ақ мың жүрген деп аламыз ғой. Ал ана нелеріңді, сол привозной мотор коробканың бәрін демалдырайын деп тұр ғой намаз. Кәдімгі демалдырайын деп тұр. Қазір барып көрсек, реально сондай болатын болса, негізі енді ондай бағаға меніңше арзиды. Былайша айтқан кезде ана не дейді? Қазір реально сондай болатын болса, ленгерін таңдап бүйтіп қол ұстап кетеміз ғой. Осындай біз кезінде көргенбіз деп ертең шал болғанда әңгіме айтып жүресіз. 20 қанша жыл болған машинаны осындай состояниеде көргенбіз деп айтып жүретіндей неде боламыз да. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the a.m. that's my only friend. No light, just the sun coming. Келдік достар, қазір ана көлік сияқты мініп. Ана көлік сияқты. Меніңше. Қазір енді хабарласып көрейік. Бір минут. Бір звондап көрейін. Все, я тебя вижу, брат. Сейчас подойду. Ассалаумалейкум. Вы так слышали, что что-то золото? Это экспонат. Да. Достар, мына біздің көреміз деп келген көлік Болат иесі. Қазір енді бәрін түсіндіріп көрсететін болады. Жүріңдер. Ол достар, мына кілтті алдық. Эмблемасын да көрсетпей ақ қойын. Блин, мен уже көріп тұрмын, уже кәдімгідей ана көлік. Шынымды айтсам, көп қазақтың арманы ғой, ана кәдімгідей. Мынандай состояниеде алып. Енді соны көрсетіп жүрейік. Жүр. Қатты көрсетпе. Қазір жақсылап тұрып көрсетесің. Нұрик, ол көлік. Міне.
Енді достар, бір көргенден не обычно 30 камера дейтін шығарсыңдар. Қазір мен оны сіздерге ерекшелігін көрсететін боламын. Қазір мына жер тар болып тұр. Қазір сәл кеңдеу жерге апарам да жақсылап таныстырам. Бұл көлік енді білейін айғыр. Қазір көрсетем. Айтпақшы достар, бұның иесі видеоға түскісі келмей тұр. Өйткені бұл көлік сатылатын көлік екен. Өзі де енді қалай айтсам болады. Адамдар әртүрлі ғой. Видеоға түскісі келмейтін адамдар бар, түсетін адамдар бар демекші. Сондықтан енді бұның иесін көрсете алмаймыз. Өзіміз жақсылап таныстыратын боламыз қазір. Завод бошылып отыр ғой, көрсей. Қазір оталдырып көрейік. Бисмилля. Чтобы знала ты. Бисмилля. Бірінші рет өмірімде механиканы айдап көріп отырмын камере. Ондай болмаған менде. Базар жоқ. Блин. Шынымен қазір жаңа машина алып отқандай болды. Сонда камералардың шыққанында осында кайф берген екен да, біздікілер кәдімгідей шаршап қойған камерадан екен. Мына жерге қоя салайын, ана ашық жерге қоя. Ашық жер болады мына жақта. Мына екі жағын артпен қоя салайын. Екі жағын ашық болады. Ал енді достар, қандай ерекшелігі бар бұл көліктің? Соны айта кетейін. Ең жирный дейді ма? Ең толық ерекшелігі бұл көліктің. Бұның пробегі 67 мың, 68 1000 километрге шатасың. Пробегі 68 мың достар. Енді сіздерге видеодан қалай көрініп жатыр, ол білмеймін, бірақ состояниесі. Мен енді камере алып жүрген адаммын. Маған қас реально таң қалып отырмын. Қалай бұл сақталып қалған 67 мың пробегпен деп. Мысалы, былай стап көрсең, негізі былай стап көріп, ертең бір 20 жылдан кейін мен мақтанатын боламын. Мынандай 67 мың, 68 мың жүрген камереді мен осылай стап көргем деп. 20 қай жылға бұл? 2004 жылға 30 шанақтағы камере. Енді қалай айтсам болады, 2004-тен бері қазір енді 19 жыл өтіпті. 19 жылда 68 мың километр деген енді масқара шынымен. Енді былайша айтқан кезде бұның да өзінің бір тарихы бар. Мына көліктің неге бұлай бүйтіп сақталып қалған? Бұл көліктің иесі жалпы осы Қазақстанда, осы жерде Жетісу, Toyota Жетісуде сатып алған екен. Одан енді жүрген біраз. Бір шама уақыттан кейін ол кісі өмірден өтіп кеткен екен. Содан бері бұл көлік бір қалпында тұрған. Оны біздің Болат деген братымыз тауып алған, өйстіп сатып алған күйінде осында әкеп маған сразу онда Баты, осында контент бар, сен көрмесең болмайды деді. Содан кейін мен асып осы жерге жүгіріп келдім. Осындай пробег деген кейін видеосын бәрін жіберді. Енді керемет достар. Блин, жан-жағын жаңа көрдіңіздер. Состояние бәрі оригинал ғой, достар. Ойлаңдаршы. Қазір мына 2023 болып жатыр ғой. Толық завод болып сақталған камера таппайсыңдар. Бір жер емес, бір жері бәрібір ауысатын болады. Мынада енді ана бампер. Енді сөз жеткізе алмаймын достар, білесіңдер мен қалай камераны жақсы көретінімді. Енді мына жерде мен кәдімгідей кайфуға кетіп тұр. Қазір мына жерде 100 метр айдағанның өзінде мен бір жаңа машинаға отқандай болдым. Қазір, дәл қазір, мына 19 жыл болған машина 68 мың жүрді ма? Енді жаңа 70-терді, 75-терді алайықшы. Енді 75 демей қойын, 70-тердің өзінің пробегі осыған жақындап қалды. 20-19 жылғылардың бәрі. Ал 50-лерді вообще айтпай қояқ. 50-лердің қазір уже 200-ден жоғары точно. Ал наны қараңыздар. Бәле. Бұл таза япондық, жаңағы Европаға арналған нұсқасы. Енді бар өмірлік жаңағы уақытпен өзінің алып жатқан жерлер бар. Мына жерде кішкене краскасы кеткен деген сияқты түсіп жатыр. Осындай жаңағы майда шүйде нелері бар. Ал айтпақшы достар, бұл көліктің оң жағы боялған. Оның өзі Жетісу Алматыда боялған екен. Қазір кітапшасын бәрін көрсетіп, не қылам. Шымен эмоцияға кәдімгідей толып тұрмын, эмоцияға. Мынандай машина мен көремін деп ойламадым. Камри. Бұның қорабы достар, механика. Достар, міне, бұның қорабы механика. Комплектациясы бұларда R2 болып саналады.
ең төменгі комплектация ғой былайша айтқан кезде. Бірақ ең төменгісінің өзінде енді бәр нәрсе бар, өмірлік қажетті. Климат контроль, жаңағы көтен жылытқыш. Соның бәрі қамтылған. Блин, есіктерін қарасаң, есіктерін өзін ашып, жаңа машинаны ашып жатқандай боласың. Иә. Жаңа машинаны ашып жатқандай боласың. Ну, айырбақ бәрі орнында тұр мына жақтан. Енді салонына отырайын, салонда біраз түсіндірейін. Достар, мына машинаның өзінің құжаттары, жаңа гарантийный талон дейді мына жерде. Енді жаңағы сервисный қызметтері мына көлікке көрсетілген бәрі осы жерде тұр. Құжатты арнайы, мына кітапшасын. Мен қанша Камри алдым, бірақ мынандай құжатпен ешқашан көрмеппін мен Камриді. Шыны керек. Менде болмады, достар, сендерде болған шығар, енді қазір жазады, менде бар деп. Бірақ менде жалпы қанша Камри болды? Қанша Камри дейін, нақты санын айтып жіберейін. Менде 5 Камри болды. 5 Камридің ішінде, мысалы, мынандай бір құжатымен болмаған. Достар, енді мына көліктің осындай пробегте екенін мына кітапшасы дәлелдейді, сервистік. Мына қараңыздар. Бәрі печатпен өзінің несінде, мына соңғы несі, жаңағы қызметтік обслуживаниесі жаңа 2019 жылы 59.684 километрден болған екен. Блин, мынандай кітапшасы бар машиналарда аз негіз. Енді көп мақтаватсың дейтін шығарсыздар. Көп мақтаватсың, көп айтып кеттің деген. Достар, мына салонына отырып, мен қазір жаңа көлікке отырмын. Енді бұның бағасын соңынан айтам, қаншаға сатып атқанын. Бірақ енді меніңше сол бағаға, менде сондай ақша болғанда мен алып қалып едім. Қазір оны соңында сіздерге айтатын боламын. Жалпы салоны бойынша бәрі орында. Ешқандай күнге желініп, бір нәрсеге бір жерде, нұрекнау точно бір гаражда ма бір жерде тұрған ғой. Күнде түспеген маған қарса бәрі орында. Күнде түспеген машинаға. Үстіне рулін қараңыздар, қандай. Руль ешқандай желінбеген, сол өзінің кожасында, оплеткасында бәрі сақталған. Подогрев, климат контроль, магнитофоны бар. Мына жерде жаңағы ана мүйізі ғана жоқ бұлда. R2-де мүйізі болмайды, жаңа су шашқыш мүйізі. Ал R3, R4-тен, по-моему, менімше сол R3, R4-тен басталу керек. R2-лер механикамен жүреді. Механикасымен де, и автоматымен де бар, негізі R2-лер. Бірақ осы біздегі механикасының өзі керемет еді. Енді мотор жақты көрсетейікші, мотор жақтан вообще таң қалады. Жақыннан кел, жақыннан қараңдар. Бәрі жап-жаңа болып. Көрудің өзінің қажет жақты. Қара. Өйлеп қойын. 59.684. Toyota. Қарсы. Еш нәрсесі ауыспаған, бәрі заводтық болып. Таза жаңа машиналар басып. Негізі жуылған, мотор жуған машиналарды бірден көруге болады, бірден түсінуге болады негізі. Ана жерде керемет. Бәрі орында. Шіркін ана біздің Камри. Наның қасында кәдімгі еліп қалатын шығар. Нағылғандай деп. Бәрі орында тұр, мұна паралары. Мына парасын көрсетшім. Оригинал Който. Оригиналдарда Който болады. Който деген. Ана беті де сондай ма? Оригинал фара, мынау Който. Мына жағын қарасаң. Краскасын қара. Ең код. Бәрі орында. Блин, бұлай істеуге болатын шығар енді. Бірақ мындай жағдайға жеткізу, білмеймін, новый қиын болады ау. Енді салон бойынша түсін, орындықтар. Орындықтар кішкене ерекшелеу екен. Мен енді бірінші рет көріп тұрмын өзім. Енді R2 деген комплектация болмаған. Қараңыздар, орындықтар. Жаңағы боковой поддержка дейді ғой, сондаймен бірге екен. Мынандай боковой поддержкалар. Сиденье, ана Авентис не байқайсың ба? Авентискіне құсап кетеді орындықтар. Кішкене ұқсайды екен. Иә, Авентистар. Мына жерінде кішкене орындығы басыңыз. В общем, ана
қалай айтсақ болады, кайф болмасын оны машинада қайта тисе бергім келеді екен былай көре бергім тағы қазір артқы багажнигін ашайық. Багажник жаңа багажник жап-жаңа астын көрейік. Ондай поролонмен болады екен, қараңдар достар. Оригиналда осындай поролонмен болады. Астына жұмсақ. Енді мынаған қарасайсың, сарысын. Шашап май болып кеткен еді ғой біздікі. Мынады кәдімгі завод. Бәрі қараң. Бәрі ілініп тұр, орын-орында. Завод болғаннан кейін осындай болу керек екен. Өзі заводпен несі тұр. Әлі салынбаған сияқты ғой. Жап-жаңа болып тұр. Керемет енді бәрі орын-орында. Жауатын екен ғана. Енді антенна көп адамдар істемейді. Байқайтын жерім. Көп адамдар осы бір орында тұрады, болмаса осылай ішінде тұрады. Көбісінде болмаса шығарып қояды, былай до конца. Біреуінде ортасында тұрады, біреуінде мүлдем шықпайды. Мынада қазір көрсетіп жіберем қалай болады. Көрдіңіздер ме достар? Бәрі шығып, қайта орнына түсті. Бұл жерде радионы өшірсең, қоссаң, сол кезде кіріп шығады екен. Қазір айдап тексеріп көріп отыр. Вообще бомба. Механика. Салшы көрсі қайта. Қара. Жеп-жеп. Бірінші рет механика Камри деп көріп отырмын, механикасы. Енді отырғам осындай нелерге, бірақ механикасын алғашқы рет айтып көріп отырмын. Жеп-жеңіл, жаңа машина ғой. Достар, қазір бағасын айтам, бір айдап рахаттанып алайыншы. Бұл бағаға енді мен үшін өте ауыр негізі. Менің саламда, жаңағы машина алып сату саласында негіз баға ауырлау. Бірақ қазір сіздерге айтам, қатты шошымаңыздар жарай ма? Негізі меніңше стоит негізі. Не болып кетті? Тәтең жүремей кетті. Түрді басаң жаман ғой, иесіне Болатқа үлкен рахмет. Осындай контент бар, тез кел, капсула времени деген соң кәдімгі қуанып, бәріне сен тастап жүгіріп келдік. Жүрісі. Егде төрт, достар бұл. Егде төрт. Тартысында. Мотор жақтарын көрдіңдер ғой, қандай жап-жаңа күйінде сақталған. Бәрі тұр. Былайша айтқанда көлік мүлдем жүрмеген ғой. Бір орында тұрған. Бұның бұрынғы иесінің гарантия басқа машиналар болған, бұл шетте қалып қалған ғой, былайша айтқан кезде. Оның үстіне механиканы қазір ешкім айдағысы келмейді. Сондықтан бұл шетте қалып қалған. Бізге берсе деймін да? Бізге берсе жанын шығарамыз. Маған қарса салынған, қалай чотко салынған. Ондай несіз да? Чотко бәріне. Нақты түсіп тұр. Жаңа иесіне айтып отырмын да. Мен ана Королланы ерте алып қойған жоқпын ба деп өзіме. Шынымен достар. Машинаны алатын едім мен сол ақшам болғанда. Керемет. Эмоция енді керемет берді. Жаңа машина, жаңа. Хотя жылы 2004. 20 жыл болған машина. 20 жыл. Оңай емес 20 жыл. Мынандай енді өте сирек кездесетін бір 100 мың машинадан осындай бір машина шығар. Біздің Қазақстанда осы жалғыз машина десем, мен сенетін едім. Осындай пробегпен. Керемет еді. Орнына әкеп қойып.
бір айдап көрдік. Көп айдап ауырып қалмайық та, қазір барып ақша іздеп жүріп алам мен андай болып. Бұны алатын болсам мен үйдегілер қуып жүреді дейді. Андай бағаға. Міне достар, машина керемет. Адамды бір андай қып қойды ғой. Ауыртып қойды ғой кәдімгідей. Бәрі орнында. Достар, міне климат контроль бәрі жұмыс істеп тұр. Магнитофон жаңағы антеннасына не шығып түсіп тұр. Нан қараңыздар достар, нан. Бақа ойнасын қараңыздар. Не бар? Бәрі жұмыс істеп тұр ғой. Бәрі нәрсесі. Подогрев сиденье. Көтен жылытқыштарына дейін бәрі жұмыс істеп тұр. Мынаны қараңыздар. Мынау алынбаған да сияқты ғой, мынау прикрутилер. Жап-жаңа қарасаң, алынбаған ғой мына жерден. Бірінші рет алып тұрған жарым 20 жылдан бері. Алынбаған. Бәрі орнында. Мынаны қарасай. Мынаны қарашы. Жап-жаңа. Ем сақталған екен көріп тұр. Бәлем. Өте қатты қызық қалдым достар. Енді бағасына келейік. Бұл көліктің бағасы қазір нақты сұрап тұрған. Соңғы бағасы 10 миллион деп тұр. Пробегі 68.800. Енді достар, осы көлік осындай бағаға қалай? Лайықты ма, лайықты емес пе? Өз ойларыңызда міндетті түрде пікірге жазыңыздар. Енді қалай айтсам болады, мен енді шыны керек жаңа машинаға отқандай сезім алдым. Енді ол әркімнің ойы әртүрлі, әрине. Жалпы мен өзімнің жаңа көргеніммен бөліскенім осы. Даже артықшы нәрсе айта алмайсың ғой, мына жеріне тиісе алмайсың да, мына жері жаман екен деген сияқты ше. Жаңа капотында ғана кішкене не сырылған жері бар екен, бірақ иесінің айтуы бойынша бәрі одной краскеде, ал оң жағында боялған сырылған жері болған, оң жағында сырылған жері болған екен, сол жері боялған. Оның өзі жетісу, жаңа Toyota жетісуде боялған екен. Бәрі оригиналмен. Мынау лампочкалар, андай лампочкаларына дейін сол салонның өзіне барып ауыстырған екен. Ондай адамдарға таңғаласың қыз. Керемет енді достар. Енді кім қызыққан болса, айтпақшы достар, кім мына көлікке қызыққан болса, мына астына нөмір тұр. Соған хабарласып, сұрай берсеңіздер болады. Бағасы жағынан келсе берсеңіздер болады. Бәрін келіп, көріп, ұнатсаңыздар, алып қалсаңыздар да болады. Бұндай енді көлік өте аз кездеседі. Былайша айтқан кезде бір мұхитқа тастаған тамшымен бірдей ғой. Достар, даже антеннасының ішінен көріп тұрсыздар ғой, мінекей жылтырап тұр. Тап-таза екені. Оталған дауысын естіп жеріңіздер. Пластмасын қартайды, жап-жаңа. Машина өндіріп тұрмауға. Бәр жағы. 6 метрына дейін өзінің орна алып. Родной қаза өзінің алып. Заводтан болғандар мындай меткалармен келеді. Ана бетінде келеді. Достар, мен келіп алып, машинаны өткізу үшін реклама жасап жатыр деп ойламаңыздар. Мен реально шыны керек өте қуанып, жаңағы осындай машина бар екеніне қуанып сөйтіп келдім. Соны көрейін, сіздерге де бөлісейін сонымен деп. Ал маған бұның сатылуы, сатылмауы мүлдем қатысы жоқ. Бұл көліктің өзінің иесі бар. Ол қалай сатады? Осы бағасы, жаңағы мен айтқан бағасы менің ойымша арзиды. Мынандай көлікті қазір жаңағы айтқанымдай мүмкін емес табуға. Мынандай пробегпен.
айдап та көрдім, жаңа көлікке отырғандай болдым ғой. Осы достар, осылай біздің осы сериямызды бітіреміз. Ал енді мен алдында серияда айтқанымдай Авалон соны жаңаға толық қалпына келтіреміз деген едік. Ол жерде жаңаға страховой агентствоға барып, мына сақтандыру компаниясына келдік мына жерге. Енді осы күнде де армандап кеттік қой. Бүгін құжаттарды өткіземіз. 5 күннің ішінде келіп көлігіміздің шығынын санайтын болады. Содан кейін енді оны күтпейміз, енді Ерекеңмен келісіп қойдық. Жаңағы көлікті шығынын тексеріп болған соң лезде алып барып жөндеуге кірісе беретін боламыз. Енді не болады, қалай болады? Негізі біраз жоспарлар тұр, оны алдағы уақытта білесіздер. Бұйыртса енді қазір қалай айтсам болады, кішігірім жаңа ланжероның майысқан жерлері бар, соны түзелу керек ең алдымен. Телевизор енді жарамсыз болып қалған. Мүмкін телевизорын да ауыстырып жібереміз. Әзірге осындай жоспар болып тұр. Қосымша тағы өзгертетін дүниелер бар, алатын деген сияқты. Оны енді алдағы уақытта көресіздер. Қазір біз дәл қазір жаңағы сақтандыру компаниясына келіп құжаттардың бәрін өткізіп жатырмыз. Страховой агентствоға барып оценкасын толығымен жасаттық. Енді бұйыртса жақында Ерекеңе көлікті алып барып жөндетіп істейтін боламыз. Оны ендігі серияда бұйыртса көрсететін боламын.